Армысыздар, абырой мен арнамысты ту еткен алаш жұрты. Оңтүбі арнасында алдаспан апталық спорттық бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Қаскелеңде еліміздің білекті де жүректі жігіттері жанкүйерлерге тартымды жекпе-жектер сыйлады. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан барысы қазақ күресін дамыту қорының төрағасы Арман Шораев. Ертең аралас жекпе-жектен аспан асты елінде өтетін әлем чемпионатында ел намысын 7 спортшымыз қорғайды. Ақтөбелік сайыпқыран Жалғас Жұмағұлов Fight Night Global 55 турнирінде кезекті жеңісіне қол жеткізді. UFC-дің бұл жолғы додасында орта салмақтағы нидерландық сарбаз Гегард Мусаси америкалық Юрая Холлды есінен тандырды. Алматы облысы Қаскелең қаласында аралас жекпе-жектен іріктеу турнирі өтті. 8 бұрыш бәсекесінде еліміздің таңдаулы клубтарынан іріктелген сарбаздар бас қосып, 6 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасты. Қаскелеңде өткен жарыста тәжірибелі майталмандармен қатар 8 бұрышқа алғаш кіргендер де болды. Бұл турнир Алматыда өтетін халықаралық додаға іріктеу болғандықтан сынға түскен спортшылар жеңіске жету үшін барын салды. Тепсе темір үзетін жігіттер айқасында 55 келі салмақта Еламан Кемелбек Нұрбол Абылғазинен мықтырақ болды. Кездесудің алғашқы минутындағы ол оң аяғымен дәл теуіп Саттар клубының спортшысын сұлатып түсірді. Осы салмақтағы екінші жекпе-жекте көпке созылған жоқ. 8 бұрышқа тас түйін дайындалып шыққан Ербол Қожанов Рахат Пыржановты алғашқы раундта астына жығып алып, бас көздемей төмпештеуге кірісті. Нәтижесінде Рахаттың дәрменсіз күйін көрген төреші бәсекені тоқтатуды жөн деп шешті. Алғашқыдан тренерім бір жағынан дух берді кішкене. Тренерім арқасында жеңіске жеттім, өзім ойлағанымды істедім. Бұл жерде бәрі жақсы өтті. Ойдағыдай бәрі. 60 келі салмақта Талғат Қалмұратов Саттар клубының тағы бір сарбазы Нұрпейіс Рысбаевпен күш сынасты. Әдегеннен белсенді болған Талғат сол қолының жойқын соққысымен қарсыласын еденге құлатып, таза жеңді. Біраз дайындалдым. Өзім Нұрлан ағайыммен дайындалдым Талғарда. Одан топ дейм Алматыда. Ержан Естанов солармен дайындалдым, Саламат ағай бар. Өзім үшін жақсы өтті ғой. Қалғандарына да ұнады деп ойлаймын. Сондай-ақ 60 келіде Ерлан Ержанов қырғыз Шербек Абылқасымды есеңгіретіп, мерзімнен бұрын берілуге мәжбүр етті. Артынша Дәнеш спорт клубының намысын қорғаған Азат Мақсұм Асар Арлан командасының спортшысы Азамат Балтабековтен айласын асырды. Айырғалпақты ағайындардың өкілеген үміті Атабек Қадыров үш жеті клубының атынан шыққан отандасымыз Ерасыл Әділбаевты қол қайыру әдісімен айқын жеңді. Ал 65 келі салмақта Дәулет Кенжебек Әлем Файтers клубының спортшысы Еламан Нәбиевті үш бұрыш әдісімен қылқындырып тастады. План стойкада болған негізі. Стойкада ұрып құлату, теуіп құлату болған бар. Оған волейбол келіп қалды өзі. Сомаметті жақсы пайдаландым. Аллаға шүкір. Көп ұзамай Әли Шаймұратов Жасұлан Бағыбаевқа жол берсе, Намыс кәсіпқой спорт клубының сарбазы Маныбек Нәбиев Есім Жүкеновті техникалық нокаутпен тізе бүктірді. Қарсыласым өте мықты, көрініп тұр. Алайда жеңісті қолдан бермедім. Өзім бұл жарысқа жеңіске жетем деп келдім әдет. Әрине. Мен үшін бой өте қиын болды десе де болады. Рахмет. 70 келі салмақтағы Медет Оразбеков пен Арман Әлемов бәсекесі көпшілік қошеметіне ие болды. Жан алысып, жан беріскен айқаста сапалы соққылармен көзге түскен үш жеті клубының спортшысы Медеттің бағы жанды. Алаң қалауымен жеңіске жеттік. Алғыс айтатын осы жаттықтырушыларыма. Сол аланың қалауымен жеңіске жеттік. Қарсыласыма алғыс айтамын. Жақсы жекпе-жек өткіздік. Асар Арлан командасының намысын қорғаған Жандос Жанат қарсыласы Ұлан Абдырасылды алғашқы кезеңде аяқ қолының жойқын соққыларымен мазасын қашырды. Қорытындысында ауыр жарақат алған Ұлан дәрігерлердің шешімімен жекпе-жекті тоқтатты.
75 келіде Жалғас Халкузов Шадияр Қосшанмен кездесті. Партердегі ұтымды сәтті епті пайдаланған жас спортшы Жалғас Кобраны қылқындыру әдісіне түсіріп, жеңісімен жанкүйерлерін қуантты. Аллаға шүкір, нормально все. Ұттық. Сол мықты соперник, бала. Молодец. Қордай ауданының тумасы Олжас Қасым да намысты қолдан бермеді. Ол тәжірибелі қырғыз қарсыласы Құтман 70-ті жығып алып, ортоқпағын күшейтті. Жан сауғалаған қырғыз спортшысын ауыр нокауттан төреші құтқарып қалды. Кішкене ұзаққа соғызам деп ойлағам, тренерім айтқан соғызас. Кішкене соғызып төбелестім. Бірақ енді болмай қалды, сол ертерек кетті. Аслан Тоқтарбаев мені шығарып жатыр. Бірінші, ең бірінші. Сол кісі мен осы спортқа әкеп, тренерлармен танысып, Дәнеш ағаймен танысып, Дәнеш ағайға рахмет. Ауыр салмақтағы жекпе-жекте топ-тим клубының сарбазы Бекзат Лайкиев Абылайхан Пердебековпен шеберлік байқасты. Бабы келіскен қос қарсылас 8 бұрышта аянып қалмай, бар күш-жігерлерін жұмсады. Әйтсе де ұрымтал сәттердің бірінде Қажымқан лақабатымен танымал Бекзат аяғының тегеуірінде соққысымен қарсыласын сұлатып салды. Бұл менің жалпы жекпе-жектегі жалпы спортта алғашқы жекпе-жегім. Осы енді Аллахтың қалауымен жеңіске жеттім. Және осы жеңіске жетуіме себепкер болған Қазақстан топ-тим командасына және Ержан Истанова тренеріме, Саламат ағайыма өте алғысымды айтамын. Және іштегі жігіттерге алғысым шексіз. Осылайша 8 бұрыш бәсекесінде ерекше көзге түскендер желтоқсан айында өтетін айтулы додаға жолдама алды. Екінші іріктеу жарысы 26 қараша күні Қаскелен қаласында өтеді деп жоспарланған. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақстан барысы қазақ күресін дамыту қорының төрағасы Арман Шораев. Арман аға, хабарымызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Сұхбатымызды бастамас бұрын Қазақстан барысы жобасы туралы дайындаған бейне сюжет бар, соны бірге көріп алсақ. Жақсы. Ұлттық спортымызды ұлықтайтын Қазақстан барысы жобасына халықтың ықыласы жоғары екені баршамызға аян. Еліміздің түкпір-түкпірінде жарыстар ұйымдастырып, қазақ жастарын төл спортымызға баулуды мақсат еткен теңдессіз жоба 2010 жылы құрылды. Бүгінгі күнге дейін Арман Төлегенұлы бастаған ұжым Қазақстан барысы турнирін 6 мәрте, Еуразия барысы халықаралық жарысын 3 рет, жаһанның апайтөс алыптар бас қосатын әлем барысын 1 рет ұйымдастырды. Ал биылғы Еуразия барысы 1 желтоқсан күні тұңғыш рет Алматы қаласында өткізілмек. Заманауи үлгіде салынған Алматы арена спорт кешенінде 8 мемлекеттің құрамасы Монғолия, Грузия, Украина, Тәжікстан, Өзбекстан, Польша мен Ресейдің білекті жігіттері бақ сынайды. Қара күш иелері 8 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасады. Ел намысын қорғайтын балуандардың арасында көпке танымал Айбол Айтбек, Айбек Нұғымаров және Мұхит Тұрсынов сынды дүлдүлдер бар. Арман аға, осы жылы Қазақстан барысы жобасы 6 мәрте жалауын желбіретті. Балуандардың арасынан Бейбіт Ыстыбаев топ жарып, Қазақстан жобасының 3 дүркін жеңімпаз атанды. Жалпы биылғы Астанада өткен дода көңіліңізден шықты ма? Көңілімнен шықты. Жалпы Бейбітке ризамын. Мысалға Майкл Фелпс деген 23 дүркін олимпиада чемпионы бар ғой, сондықтан біздің де Бейбітіміз 3 мәрте Қазақстан барысы атанып атқаны, ол да мен ойлаймын дұрыс нәрсе. Кезінде Қажымұқан деген палуанның аты шыққан, Балуан Шолақ деген дәл солай. Бейбіт осы бүгінгі күннің Қажымұқан деп айтуға болады. Жалпы үлкен дәрежеде өтті. Көрермендердің да саны өзіңіз байқаған шығарсыздар. Сол 10,5 мың көрермен толатын залымызға келді. Енен шеншетін орын болмады деп айтсақ та қателеспейміз деп ойлаймын. Сондай-ақ биылғы жарыстың басты ерекшелігі аты шықпаған қара күш иелері өнер көрсетті. Әрине. Демек, сіздің әу баста алға қойған мақсатыңыз орындалып келеді ғой? Биылда, былтырда мысалға осы біздің Қазақстан барысы деген додаға қатысып отқан палуандардың ең кемінде бір 50% аты шықпаған жаңа жап-жас палуандар. Ауылдың қарадомалақтары. Ауылдың қарадомалақтары. Сондықтан басынан бастап сол біз әлеуметтік лифт деп
осы Қазақстан барысы жобасында сондай бір елестетіп отырғанбыз да, сол лифтке айналды. Құдайға шүкір, әрі қарай да аты шықпаған балуандар тағы шығады, қатысады деп ойлаймын. Жалпы менің арманым осы Карелин сияқты бір супер тяж шықса деп ойлаймын. Осы енді тек қана өзіміздің күреске емес, басқа мысалға дзюдо бар, олимпиялық түрлер. Вот содан да өнер көрсете алатын бір супер тяж шықса деген сондай арман бар. Мен ойлаймын енді Токиода сондай палуанның аты шығады деп. Арман Төлегенұлы, бұл турнирде тек қана бір ғана спорт түрімен шектеліп қалмай, алдағы уақытта ұлттық спорт түрлерін насихаттайтын ойыңыз бар ма? Әрине, ондай ой бар. Мысалға, келесі жылы мынау экспоның төңірегінде біз әлем барысы деген доданы өткізбекшіміз. Соның арасына тоғызқұмалағы да бар, бәйге де бар деген сияқты, көкпары да бар. Соның бәрін бірге бір үлкен жоба қылып өткізетін ойымыз бар. Алдағы желтоқсан айында Еуразия барысы халықаралық турнирі дәл осы Алып шаһарда, яғни Алматы арена спорт кешенінде өтеді деп жоспарланған. Осы айтулы жарысқа дайындық қалай жүріп жатыр? Ерекше дайындалып жатырмыз. Әдемі дода болады деп ойлаймын. Жалпы Евразия барысы деген көрдіңіз бе? Мынау Қазақстан барысына тек қана ауыр салмақтағы палуандар қатыса, мынау Евразия барысына 8 салмақтағы палуандар өнер көрсете алады. Сондықтан мен ойлаймын, басқа жеңіл салмақтағы палуандарға жасалып жатқан бір үлкен жақсы дүние. Олардың да атын шығарамыз. Еуразия барысы деген атаққа ие болады. Амандық болса, міне 4-ші мәрте. Сол алдындағы 3 мәртенің екеуінде қазақ құрамасы жеңген. Енді ойлаймын, осы Алматыдағы өткізіп жатқан додада да бізді сондай дәрежеге жетеміз деп. Бірақ та мысалға, біздің моңғол бауырларымыз да, олар да дайындалып жатыр. Олар тісін қайрап отырып былтырғыдан бері деген сияқты. Олимпиададан жүлдегер болған азаматтар, палуандар қатысайын деп жатыр одағы. Сондықтан өте бір әдемі тартысты бір дода болады деп ойлаймын. Қанша мемлекет қатысады? 8 мемлекет қатысады. Жалпы мемлекеттің санын көбейтуге де болар еді. 10 мемлекет, 12 мемлекет біз ондай доданы Евразия барысын өткізгенбіз. Бірақ та тым созылып кеткеннен гөрі, және мысалға басында бізде 5 қана салмақ болса, қазір 8 салмаққа дейін көбейткеннен соң біз елдердің санын қысқартуға тура келді. Бірақ та сен тұр, мен атайын деген ең мықты, ең қазақ күресі дамытқан өздерінде сондай мемлекеттерді шақырып жатырмыз. Сондықтан бір өте бір қызық, тартысты бір сайыс болады деп ойлаймын. Осыған дейін көптеген халықаралық турнирлер өткіздіңіздер ғой. Жалпы төрешілерге қатысты сын көп айтылады. Осы сіздердің федерацияларыңызда төрешілердің біліктілігін арттыратын шеберлік сабақтар өтіп тұра ма? Өтеді. Ең кемінде жылына бір рет үлкен сондай сбор жасаймыз шынықтырушыларға, төрешілерге байланысты. Одан қалды жылдан жылға біз мысалға өзіміздің сол төрешілерге қойып жатқан талаптарымызды одан сайын күшейтіп жатырмыз. Мысалы, қатал жазаға тартып жатырмыз. Өздеріңіз естіген шығарсыздар. Шығыс Қазақстанда болған оқиғадан кейін мысалға өмір бақи төрешіліктен шеттетілген біздің төрешілеріміз бар деген сияқты. Ары қарай да жалғастырып жатырмыз. Жалпы ережеге де өзгерістер енгізіп жатырмыз. Мысалы, ол да менің арманым жалпы мынау 5 жасар баладан ақсақалға дейін бүкіліне түсінікті болу керек. Мысалға, мынау қандай әдіс, оған қандай мысалға қаншама не беріледі деген сияқты, очко беріледі, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан төреші жалпы күрес болсын, мынау әлгі мәнерлеп сырғалау бар, бокс бар, оның бәрі субъективтік төрешілік деген жағдай бар. Басынан бастап, өйткені адам баласының қолына берілген соң, ол мысалға жеңіл атлетика емес, ол жерде бір старттан алып, кім бірінші келеді 100 метрден кейін сол чемпион деген сияқты. Сондықтан біз мүлдем одан құтыла алмаймыз. Бірақ та оның мысалға әділетсіздік төрешілікті 90%, 99%-ға дейін жоюға әрекет жасауға болады. Соған біз жұмыс жасап жатырмыз. Еуразия барысында осы төрешілер құрамында қазақ күресін жетік меңгерген мамандар бола ма? Әрине болады.
Одан қалды біз мысалыға өзбек бауырларымыз құрамасына келсе, сол өзбек бауырымыздың арасынан бірге, палуандармен бірге төрешінді алып келеміз. Қырғыздар болсын, моңғолдар болсын, Қытайдан болсын деген сияқты. Оларды алдын ала әкеліп, солармен тағы оқу өткізіп деген сияқты жылдағы дәстүр. Төл күресімізден қыздар арасында жарыстар өтіп тұрады. Алдағы уақытта Қазақстан жобасында нәзік жандылардың белдесуін көре аламыз ба? Енді көруін көре аламыз. Бірнеше мәрте біз чемпионат өткіздік әйелдер арасында, бірақ та енді эстетика жағынан енді тым әдемі көрінбейді деп айтсам, ол енді менің өзімнің жеке ойым. Мен ойлаймын енді. Қазақ еліне жат қой жалпы. Бұрындары да тарихқа үңілетін болса, белдеспеген. Күресі деген болған шығар, енді ол жай тек қана біреудің көңілін көтеру үшін жасалып жатқан нәрсе шығар. Мен ойлаймын, жалпы менің арманым мынау қазақ күресін Жапонның сумо күресінің дәрежесіне жету. Мысалға, сумодан енді тек қана ер азаматтар күреседі ғой, бірақ та оның атын мысалға басқа олимпия спортынан да кем білмейді әлем деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазақ күресін бізді тек қана сол ерлерге қалтырсақ, біздің нәзік жандар ренжімейді деп ойлаймын. Қазан айының 24-сі мен 27-сі аралығында спортал Монако көрмесі өтті. Осы көрмеде қазақ күресі де насихатталды. Демек, Қазақ күрес федерациясының бөлімшелері басқа елдерде бар, жұмыс істейді. Әрине бар, бір емес бірнеше елде бар, және осы көрме арқылы біз о жерге бүкіл әлемдегі спорттық телеарналар қатысады. Бізге керегі осы телеарналар арқылы басқа, мысалға, мынау Солтүстік Америкаға, Австралияға, сол жаққа жайсақ деген біздің мақсатымыз бар. Қызығушылық бар. Осы Монакода өткен сол жаңағы көрмеге өзіміздің өкілдеріміз екінші мәрте қатысып отыр. Солардың арқасында біз ойлаймыз, тек қана мысалға қазіргі таңда біздің мысалға серіктестеріміз Түркияның телеарнасы мен Ресейдің телеарнасы болса, Грузияның арнасы, біз ойлаймыз, соның саны бірнеше рет өседі деп, мысалға. Соның арқасында басқа елдің азаматтары, көрермендері тамашалап, қазақ күресі қанатын жаяды деп сенеміз. Әлем барысын экспо көрмесін мен тұспа-тұс өткізейін деп жатсыздар. Жалпы осы әлемдік додаға қанша мемлекет қатысайын деп отыр? Өткенде Павлодарда өткізген әлем барысына осыдан 2 жыл бұрын 33 мемлекеттің палуандары қатысса, біз ойлаймыз, содан кем болмайды, одан арттыруға тырысамыз. Ең кемінде сол 40-50 мемлекет деп ойлаймыз. Биыл мысалға Риодағы олимпиадада Лукаш Крпалек деген чех палуаны олимпия чемпионы атанды. Ол да мысалға біздің осы әлем барысына қатысқан палуан. Сондай азаматтар қатысады деп сенеміз. Келеді амандық болса бізге. Осы күнге дейін балуандардың белдесулерін көріп жүрсіз. Жалпы осы қара күш иелерінің арасынан кімді ерекше атар едіңіз? Ерекше мен жас балуан Даулетхан Жақыповты айтқым келеді. Биыл да жақсы өнер көрсетті. Биыл да жақсы әдемі техника жағынан да, басқа жағынан да әдемі өнер көрсетті. Салмағы сәл жеңілдеу болған соң, мен ойлаймын, сол бағы жанбай қалды, ал жалпы болашақта Қазақстан барысы атағына лайық азамат. Одан қалды біздің мынау ветерандарымыздың арасынан мен Асылбарменовті айта аламын. Ол да еңбекқор, қарапайым палуан, бірақ та жылдан жылға әдемі күрес көрсетіп жатыр. Одан қалды Руслан Абдразақов деген палуан бар. Айта берсек көп бұндай палуандар. Мысалы, Максим Гербер деген бар. Ұлты басқа болса да, Константин Александр Косачев деген бар. Алматы облысының атынан өнер көрсеткен деген сияқты. Мені бір қуантатыны тек қана біздің өз ұлтымыздың ғана палуандары емес, басқа ұлттың азаматтары қызығушылық танытып қатысып жатқаны белсенді мен үшін үлкен абырой. Демьяненко мысалға, ол да әдемі
қанша жыл болды, бірнеше мәрте әдемі күрес көрсетті, Алматы барысында жеңімпаз деген сияқты. Айта берсек көп. Спорт пен шоуды біріктіріп, төл күресімізді брендке айналдырдыңыз. Алда тағы қандай тың идеяларыңыз бар? Енді идеялар көп, жалпы қазіргі таңда спортты шоумен араластырмаса ешқандай үлкен нәтиже жетілмейді. Өйткені білесіздер, теледидар деген нәрсе бар, рейтинг деген нәрсе бар. Сондықтан мен ойлаймын, тағы бірнеше менің жалпы мақсатым, Бекболат ағама да айтқам, мынау көкпар деген біздің әдемі өзіміздің ұлттық төл өнеріміз бар. Соны да дәл сондай бір үлкен дәрежеге жеткізсек деген ойым бар. Ойлаймын, енді сондай азаматтармен бірігіп жазсақ, тағы бір 3-4 жылда өзіміздің көкпарымызды да сондай бір әлемдік брендке айналдыруға болады. Арман аға, сұхбатыңызға көп рахмет. Алдағы Евразия барысы сәтті өтіп, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Рахмет, бауырым. Ертең Қытайдың Макаосында аралас жекпе-жектен әлем чемпионаты жалауын желбіретеді. Осымен 4-ші мәрте өтетін дүбірлі 8 бұрыш бәсекесінде 7 спортшымыз өнер көрсетеді. Олардың арасында халықаралық ареналарда топ жарып жүрген Исмаил Героев, Алтынбек Бақтыгелдинов, Гойти Дазаев, Мұрат Абдрахманов, Еркінбек Инжел сынды жаужүрек жігіттеріміз бар. Ағымдағы жылдың тамыз айында өткен Азия чемпионатында үздік нәтиже көрсеткен Қазақстан құрамасының жігіттеріне бапкерлер үлкен үміт артып отыр. Ендеше жаһандық жарыста отандастарымызға сәттілік тілейміз. Аралас жекпе-жек жанкүйерлеріне жағымды жаңалық. Ресейдің Fight Night Global 55 турнирінде жерлесіміз Жалғас Жұмағұлов кезекті жекпе-жегін жеңіспен аяқтады. Аса жеңіл салмақтағы айқаста бауырымыз молдовиялық майталман Иван Андрущенкоға қарсы тұрды. Бәсеке басталғаннан бастап ақтөбелік Сайыпқыран бірінші нөмірде өнер көрсетті. 3 раунд бойы аяқ қолының дәлде жойқын соққыларымен қарсыласын тықсырып отырды. Молдовиялық сарбаз арагідік соққыларын да артып көрді. Алайда қайтпас қайсар Жалғас тік тұрыпта да партерде де қарсыласына қарағанда едәуір белсенді болды. Нәтижесінде төрешілер бір ауыздан отандасымызды жеңімпаз деп шешті. Осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Алдаспан намыстың өткір жүзі ешқашан мұқалмасын. Хабарымыздың келесі санында жүздескенше сау саламат болыңыздар.